2014 жылы келген математика пәнінің емтиханындағы бірінші компоненттің 16 есебі. 16 есепте былай деп айтқан. Түзудің векторлық теңдеуі берілген. Бұл түзу мынау нүкте арқылы өтеді. Бізге осы нүктенің B және C параметрлерін табу керек. Яғни Y мәнін және Z мәнін табу керек. Егер X 4-ке тең болса. Біз бірінші түзудің векторлық теңдеуін параметрлік теңдеуге ауыстырамыз. R бұл жерде түзудің бойында жатқан кезген нүктеге жүргізілген радиус вектор. X, Y, Z тең. Мынау түзудің бойында жатқан нүкте 2, минус 1, 4, сәйкесінше 2, минус 1, 4. Қосылған S параметрі көбейтілген мынау бағыттаушы вектор минус 1, 3, 5. Осы жерде біз бұл түзудің параметрлік теңдеуін таба аламыз. X тең 2 қосылған S көбейтілген минус 1. X тең 2 қосылған минус 1 көбейтілген S, ол минус S деп, яғни алынған S деп жазып болады. Тура сол сияқты Y тең минус 1 қосылған 3S. Y тең минус 1 қосылған 3S. Z сәйкесінше 4 қосылған 5S болады. Енді біздің есептің берілгені бойынша X 4-ке тең, Y B-ға тең, Z C-ға тең. Осы түзудің бойында жатқан нүкте X тең 4, Y тең B, Z тең C. Енді қарап отырсаңыздар, біз бірінші теңдіктен S-дің қандай мәнінде X-дің мәні 4-ке тең болатындығын не істей аламыз? Таба аламыз. Сонда бізде S тең болады минус 2-ге. Яғни S-дің орнына минус 2-ні қойған кезде ғана X 4-ке тең болады. Ондай болса біз Y табу үшін, яғни B-ні табу үшін, біз S-дің орнына минус 2-ні қоямыз. Сонда B тең минус 1 қосылған 3 көбейтілген S-дің орнына минус 2 қоямыз. C-ні табу үшін S-дің орнына минус 2-ні қойсақ, 4 қосылған 5 көбейтілген минус 2. Бұдан біз мына нәрсені табамыз. S тең минус 2 болған кезде B тең болады минус 7-ге. C тең болады минус 10 қосылған 4 минус 6-ға. Яғни жауабы B тең минус 7, C тең минус 6-ға. Келесі есепте бізде былай дейді. A нүктесінің координатасы берілген, B нүктесінің координатасы берілген. Осы AB кесіндісінде C нүктесі жатыр. Ол AB кесіндісін 2-ның 1-ге қатынасындай кесінділерге бөледі. Бізге осы C нүктесінің координатасын істеу керек, табу керек. Бұның дайын формуласы бар. Дайын формуласына қойып оңай шығаруға болады. Егер формула есте жоқ болса, онда не істейміз деген сұраққа жауап беріп, сол тәсілмен, яғни дайын формула емес, формула есте жоқ болған кездегі тәсілмен не істеп көрейік, шығарып көрейік. Сонымен бізде A нүктесі бар. Оның координатасы 2 минус 7, 1. B нүктесі бар. 8 минус 10, минус 11 координатысымен. Біз осы кесіндіні 3-ке бөлсек,
және мына нүктені С нүктесі деп алсақ, онда АС-ның С Б-ға қатынасы 2-ның 1-ге қатынасындай болады деп бізге осындай шартты беріп тұр. Біз С нүктесінің координатасы бізде белгісіз, біз оның координатасын X, Y, Z деп алайық. Енді біз мына нәрсені қарастырайық. АС векторы мен СБ векторын қарастырайық. АС векторы мен СБ векторлары коллинеар, және де АС векторы СБ векторынан 2 есе ұзын. Ондай болса, АС векторының координатасы СБ векторының координатасын 2-ге көбейткеннен шығады. АС векторының координатасы бізде тең болады X алынған 2, Y алынған минус 7 ол плюс 7 болып кетеді, Z алынған 1. СБ векторының координатасы ол тең болады 8 алынған X, минус 10 алынған Y, минус 11 алынған Z. Минус 11 алынған Z. Енді біз қазір СБ векторын 2-ге көбейтсек, АС вектор шығады. СБ векторы 2 есе көбейтілсе, АС векторына тең вектор шығады. Сонда 8 минус X-ті көбейтеміз 2-ге, АС векторының координатасы шығады. X минус 2 сәйкес координаталар шығады. Егер біз СБ векторын 2-ге көбейтетін болсақ. Минус 10 минус Y көбейтілген 2 тең болады Y плюс 7. Минус 11 минус Z көбейтілген 2 тең болады Z минус 1. Осы жерден біз X, Y, Z-ті оңай таба аламыз. Жақшаларды ашып, сызықтық теңдеулерді шығарып шығамыз. Y тең минус 9, Z тең минус 7. Сонымен X тең 6, Y тең минус 9, Z тең 7 болды. Бұл С нүктесінің координаталары. Сонда жауабы С нүктесінің координатасы бізде 6, минус 9, минус 7-ге тең. С нүктесі АБ кесіндісін 2-ның 1-ге қатынасындай бөліктерге бөледі. Келесі 18-ші есеп. Он сегізінші есепте бізде былай делінген. Екі жазықтықтың теңдеуі берілген. Екі жазықтықтың теңдеуі берілген. Бұлар екеуі бір-біріне перпендикуляр. Егер екі жазықтық бір-біріне перпендикуляр болса, онда мынау А параметр неге тең болатындығын не істеу керек? Табу керек, тұрақты санның. Енді екі жазықтық бір-біріне перпендикуляр болу үшін олардың нормаль векторлары бір-біріне перпендикуляр болу керек. Ал бұл екі жазықтықтың нормаль векторлары сәйкесінше n1 тең болады 2 минус 1 5, n2 сәйкесінше тең болады a4 минус 2. Бұл векторлардың, нормаль векторлардың координаталар.
Екі жазықтық перпендикуляр болу үшін бұл екі нормаль вектор біріне перпендикуляр болу керек. Ал екі вектор біріне перпендикуляр болу үшін олардың скаляр көбейтіндісі нольге тең болу керек. Скаляр көбейтіндісін табамыз. 2а сәйкес координаталарын көбейтіп қосамыз. Қосылған минус 1 көбейтілген 4, қосылған 5 көбейтілген минус 2, осы скаляр көбейтінді нольге тең болу керек. Осы теңдеуді шешіп, біз а-ны не істейміз? Табамыз. 2а минус 4 минус 5 минус 9-ға тең. Жоқ, минус 4 минус 10 минус 14-ке тең болады. Бұдан а тең 7. Жауабы а-ның мәні 7-ге тең. Келесі есепте бізде былай дейді. 19 есеп. Z комплекс саны берілген, Z және W сәйкесінше мына координаттары не деген бұл жерде? Мынау комплекс санды тап, есепле дейді. Бұл жерде мынау үстіне жұлдызшасы бар комплекс сан. Ол мынау комплекс санның түйіндесі дейді. Мынау комплекс санның түйіндесі. Енді, егер бізде W комплекс саны 1 плюс 2 айға тең болса, онда оның түйіндес комплекс саны 1 алынған 2 айға тең болады. Енді осы өрнекке не істейміз? Қоямыз. Сонда Z көбейтілген W 4 минус 2 ай көбейтілген 1 плюс 2 ай алынған 3 көбейтілген W-дің түйіндес саны 1 минус 2 ай. Осы өрнекті не істейміз? Ықшамдап есептейміз. 4-ті мынау бірінші жақшаға көбейтеміз. Минус 2 айды жақшаға көбейтеміз. Айдың квадраты болып кетеді. Мына жерді жақшаны ашамыз. Плюс 6 ай болады. Тең. Мынау бізде айдың квадраты минус 1-ге тең. Минус 1-ді минус 4-ке көбейтсек, ол плюс 4-ке тең болады. Енді біз бүтін нақты бөліктерін естейік біріктірейік. Мынау 4 нақты сан, мынау плюс 4 нақты сан, және минус 3 нақты сан. Үшеуін біріктіретін болсақ, бізде 8 алынған 3 5-ке тең болады. Ағай, жорамал бөліктерін біріктіреміз. 8 айдан 2 айды алсақ 6 ай, 6 айға қоссақ оны 12 ай болады. Сонда бізде есептің жауабы 5 қосылған 12 ай. Бұл 19-шы есеп бітті. Келесі 20-шы есеп. 20-шы есепте комплекс санға берілген есеп. Арган диаграммасына. Біз осы арган диаграммасында, яғни комплекс сандар жазықтығында, мынау шартты қанағаттандыратын барлық нүктелерді комплекс сандардың сәйкес келетін, мынау шартты қанағаттандыратын комплекс сандарға сәйкес келетін нүктелерді арган диаграммасынан есеп шығуымыз керек, көрсетіп шығуымыз керек. Енді бірінші теңсіздікті қарастырайық. Бірінші теңсіздік бізде Z қосылған 1 модулі 3-тен кіші болу керек. Z комплекс саны алынған жақшаның ішінде 1 қосылған 0 көбейтілген ай деп жазсақ, осы бізде кіші неместен 3-тен. Біз бұны осылай жазу арқылы мынандай нәрсе айта аламыз. Так, 1 плюс, мына жерде минус болады екен. 2 минус, сосын плюс болады. Бұл
центрі мына нүктеде орналасқан, радиусы 3-тен артық емес, 3-тен 3-ке тең шеңбердің ішкі бөлігі былайша айтқанда. Яғни центрі мына нүктеде орналасқан, радиусы 3-ке тең дөңгелектің ішкі бөлігі, дөңгелек былайша айтқанда. Екіншісі аргумент z минус пи бөлінген 4 пен плюс пи бөлінген 4-тің арасында болу керек. Яғни минус 45 градус пен плюс 45 градустың арасында жатқан бұрыш. Енді арган комплекс сандар жазықтығын сызамыз. Мынау нақты сандар осі, мынау жорамал сандар осі. Сәйкесінше өлшем бірліктер. Центрі минус 1-ден 0 нүктесі. Минус 1-ден 0 нүктесі ол мына нүкте болады. Радиусы 3-ке тең болатын шеңбер. Мына нүкте арқылы өтеді. Мына минус 4 нүктесі арқылы өтеді. Мына жердегі минус 3-ке сәйкес келетін нүкте, және мына жерде 2 нүкте 1, 2, 3 мына нүкте арқылы өтеді. Біз мына шеңберді естеміз сызамыз. Мына шеңбер және аргумент z координат басы арқылы, басынан басталады бұрыштың басы минус 45 градус пен плюс 45 градустың арасы. Мына минус 45 градус, мына плюс 45 градус сәйкес келеді. Мына минус пи бөлінген 4, мына плюс пи бөлінген 4 бұрыш. Яғни бірінші мына шеңбердің іші, екінші мынау бұрыштың іші. Сонда біздегі ізделінді нүктелер міне мынау фигураның ішіне жатады. Яғни мынау фигураның іші, ішкі жағы, мынау аймақ. Бұл жерде барлық сызықтар тұтас сызықпен сызылады, өйткені кіші неместен деген. Егер кіші қатаң теңсіздік болғанда, біз кейбір сызықтарды пунктир сызықпен сызатын едік. Мынау қазір ішкі жағы осы жер болады. Бұл 20-шы есеп. Ары қарай 21-ші есепте. 21-ші есепте бізде комплекс сан берілген, комплекс санның тригонометриялық формасы берілген. Біз осы комплекс санның 8-ші дәрежесін тригонометриялық түрде, осы түрде не істеуіміз керек, көрсетуіміз керек. Бұл жерде тетта бұрышы минус пи мен плюс пидің арасында жатқан бұрыш болу керек. Енді негізінде бұл жерде Муавр теоремасы қолданылады. Муавр теоремасы бойынша мынандай: егер z комплекс санын біз тригонометриялық түрде жазатын болсақ, мына түрде, онда осы комплекс санның n дәрежесі Муавр формуласы бойынша былай табылады. Бізде z. Енді r 1-ге тең болып тұр бұл жерде, сондықтан оны жазбай қоямыз. Косинус пи бөлінген 5 плюс i синус пи бөлінген 5 деп жазамыз. Онда z-тің 8 дәрежесі, осына формулаға салатын болса, мына жерде 1-дің 8 дәрежесі 1-ге тең болады, 1-ді мына формулаға сала береміз. Косинус мына 8-ге көйтеміз. 8 пи бөлінген 5
плюс ай көбейтілген синус n-нің орнына 8, 8-ді 5 пи бөлінген 5 көбейтсек 8 пи бөлінген 5 болады. Бірақ біз мына түрде жазғанмен бізде тетта мынау минус 180 мен плюс 180-нің арасында жатқан бұрыш емес. Мына ол аралықта жатқан бұрыш емес. Бұл жерде біз косинус пен синустың периодын 2 пиге тең болатындығын пайдаланып алып тастаймыз осы периодын. Сонда 8 пи бөлінген 5-тен период 2 пиді алатын болсақ, 8 пи алынған 10 пи бөлінген 5 тең минус 2 пи бөлінген 5 болады. Бұл осы берілген аралықта жатқан бұрыш. Минус пи мен пидің арасында. Мұндай болса, біз z-тің 8 дәрежесін былай деп жазамыз. Косинус минус 2 пи бөлінген 5 қосылған ай көбейтілген синус минус 2 пи бөлінген 5. Жауабы осы. Косинус минус 2 пи бөлінген 5 ай 2 пи бөлінген 5. Бұл 21-ші есеп. Ары 22-ші есеп. 22-ші есепте бізде дифференциалдық теңдеу берілген, екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеу. Біз осы дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін естеуіміз керек, табуымыз керек. Бұндай дифференциалдық теңдеуді шешу үшін біз характеристикалық теңдеу құратынымызды еске түсірейік. Мына былайша айтқанда x-ның 2 дәрежесі қосылған 4x тең 0 түріндегі теңдеу, сызықтық біртекті теңдеу. Онда біз бұның бірінші характеристикалық теңдеуін құрамыз. Лямбда квадрат плюс 4 тең 0. Бұдан лямбда квадрат тең минус 4 шығады. Бұның нақты түбірлері жоқ, бірақ комплекс түбірлері бар. Бұдан лямбда тең плюс минус 2i болады. 2i комплекс сан. Егер характеристикалық теңдеудің түбірлері комплекс сандар болса, онда біз оның жалпы шешімін мына түрде жазамыз. X тең, мына жерде нақты бөлігі 0-ге тең болып тұр ғой. Сонда e-нің 0, мынау нақты бөлігі 0, көбейтілген t дәрежесі болады. E-нің көбейтілген жақшаның ішінде a көбейтілген косинус жорамал бөлігі 2, 2t плюс b көбейтілген синус жорамал бөлігі 2t. Енді e-нің 0 дәрежесі ол 1-ге тең болады. Сондықтан біздің x тең болады a косинус 2t плюс b синус 2t түрінде болады. Бұл осы берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі. Жауабы x тең a косинус 2t плюс b көбейтілген синус 2t. Жауабы осы. Келесі есеп комплекс сандарға берілген есеп. Комплекс саны берілген z тең 1 плюс i n бұл жерде 10 бүтін сан дейді. Z-тің n дәрежесі нақты санға тең дейді. Осы n-нің мәнін бізге табу керек. Бірінші мәнін табу керек. Біз бұлай істейік. Бірінші z-тің 2 дәрежесін табайық. 1 плюс i-дің квадраты тең a плюс b-ның квадрат формасы қолданатын болсақ, 1 қосылған 2i алынған
1 болады, айдың квадраты. 1 мен 1 қысқарып кетеді, бұл 2 айға тең. Енді егер біз қазір z-тің кубын табатын болсақ, 2 айды көбейтеміз 1 плюс айға. Біз бұл жерде бәрі комплекстан шығады бұл жерде. 2 ай минус 2 деген. Z-тің 4 дәрежесі табатын болсақ, онда бұл z-тің квадратын табамыз. Яғни 2 айдың квадратын табамыз. 4 көбейтілген минус 1 тең минус 4. Минус 4 бізде нақты сан. Жорамал бөлігі жоқ. Сонда бізде n неге тең болу керек? 4-ке тең болу керек деген осыдан шығып. 4-ке тең болатындығы шығып тұр. Яғни жауабы 4. Бізге n-нің қандай мәнінде z-тің n дәрежесі нақты санға тең бола бастайды. Ең бірінші мәні, ол бізде 4-ке тең. Бұдан басқа да z-тің 8 дәрежесін, z-тің 12 дәрежесінде де бұл нақты санға тең болатындығын айтуға болады, бірақ бізге бірінші мәні тап деген біз 4-ті таптық. 23-ші есеп бітті. Келесі 24-ші есеп. Жиырма төртінші есепте тетта дегеніміз мынау шартты қанағаттандыратын бұрыш. Бізге синус 2 теттаны не істеу керек? Табу керек. Енді егер тетта арктангенс 3-тен 1-ге тең болса, онда тангенс тетта 3-тен 1-ге тең болатындығы шығады. Онда тангенс тетта 3-тен 1-ге тең болады. Ары қарай. Енді бұл тригонометриялық әртүрлі формулаларды қолдануға болады. Соның ішінде біз мынандай көп қолданылатын формулалардың бірін пайдаланайық. Мынандай формула бар. Синус альфа тең 2 тангенс альфа бөлінген 2 бөлінген 1 плюс тангенс квадрат альфа бөлінген 2. Бізге синус 2 теттаны табу керек. Егер альфаның орнына 2 теттаны қоятын болсақ, синус 2 тетта тең. Онда 2 тетта бөлінген 2 теттаның өзін береді. Яғни 2 тангенс тетта бөлінген 1 плюс тангенс квадрат теттаны береді. Ал бізде тангенс тетта 3-тен 1-ге тең. Ондай болса, синус 2 тетта тең болады. 2 көбейтілген 3-тен 1 қосылған 3-тен 1-дің квадраты. Тангенстің орнына 3-тен 1-лерді қойып шықтық. Енді осы өрнектің мәнін таба саламыз. 2 бөлінген 3 болады бөлшектің алымы. Біз осыны бөлуіміз керек мынаған. 1 қосылған 3-тен 1-дің квадраты 9-дан 1. Тең. Бірді 9-дан 9 десек, 9-дан 1-ге қосқан кезде 9-дан 10. Көбейтумен алмастырамыз. 10 бөлінген, 9 бөлінген 10 деп. 3 пен 9 қысқарады, 3. 10 мен 9 қысқарады, 5. 3 бөлінген 5, немесе 0,10-нан 6. Есептің жауабы 0,10-нан 6-ға тең. Бұл жерде тағыдан айта кететін нәрсе, біз тангенс теттаның 3-тен 1-ге тең екендігін пайдаланып, тетта мынау арктангенс 3-тен 1 болғандықтан теттаның минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2-ның арасында жататындығын ескеріп, біз бұл есепті басқа жолмен де шығаруға болатын еді. Мына егер мына формула есте жоқ болса, біз мына тангенс тетта 3-тен 1 екенін пайдаланып, мынау 3-4 ширектің бұрышы бола алатындығын ескеріп, синус 2 тетта ол
2 синус тета көбейтілген косинус тета екенін білеміз. Яғни синус тета мен косинус тетаны негізгі формулалар, тригонометриялық формула арқылы тауып, мына жерге қойып не істеуіңіз болады, есептеп табуыңызға болады. Ол бірақ жол сәл ұзақтау болады, мынау сәл қысқа жол. Келесі 25-ші есеп. 25-ші есепте бізде мынандай квадрат матрица берілген, М матрицасы дейді. Бірлік матрица берілген, I матрицасы. Бізде осы мынау М матрицасының анықтауышы К-ға тең деп айтады. К-ға тең дейді. К-ға тең екені белгілі. Және де бізде М қосылған бірлік матрица, соның анықтауышы К плюс 1-ге тең дейді. Осы екеуін ескеріп, бізге А мен Д-ның қосындысы 0-ге тең болатындығын көрсет деп тұр. Біз бірінші М матрицасының анықтауышын табайық. А, Б, С, Д. Анықтауыш табу үшін А мен Д-ны көбейтіп, одан аламыз Б мен С-ның көбейтіндісін. Бұл бізде М матрицасының анықтауышы. Енді М плюс бірлік матрица. М плюс I матрицасын бірінші анықтап алайық. Қандай матрица болады екен? А, Б, С, Д матрицасына қосамыз 1, 0, 0, 1 матрицасын. Сәйкес элементтерін қосып шығамыз. А қосылған 1, Б, С, Д қосылған 1. Осы матрица шығады бізде. Біз осы матрицаның анықтауышын табайық. А плюс 1 мен Д плюс 1-ді көбейтеміз. Аламыз Б мен С-ның көбейтіндісін. Енді есептің шарты бойынша бізде М матрицасының К-ға тең екені белгілі. Ал мынау М плюс 1 матрицасының анықтауышы К плюс 1-ге тең екені белгілі. Мынау өрнекті ашып, тағым сәл ықшамдап көрейік. А, Д қосылған А қосылған Д қосылған 1 минус Б, С бізде К қосылған 1-ге тең. Арғай, мынау шартты астына жазып қойып, А, Д минус Б, С тең К-ға. Енді бізде қарап отырсаңыздар, А, Д-ның Б-дан Б-ны алсақ К-ға тең болады. Сонда бізде мынау А, Д минус Б-ның орнына К-ны жазсақ болады ғой. Былай деп жазып қойып, мына жерден былай деп жазып қойып. А, Д минус Б-С қосылған А плюс Д, мына екеуі қосылған 1 тең К плюс 1. Енді екінші теңдіктен бізде А, Д минус Б-С К-ға тең, оны нәрге қойсақ, К қосылған А плюс Д қосылған 1 тең К плюс 1 екен шығады. Бұдан А-ны табатын болсақ, А плюс Д тең К плюс 1, алынған К, алынған 1. Бұдан бізде А қосылған Д-ның 0-ге тең болатындығы көрініп тұр. Бізге осы А қосылған Д-ның 0-ге тең болатындығын көрсетті деп жазған. Бұл бірінші компоненттің 25-ші есеп. Осымен есептің барлығы шықты.